Грек жаңғағын үнемі тұтынған кезде ағза жасарады, шаш пен тырнақ мықты бола бастайды, терідегі ұсақ әжімдер кетеді. Дәрігерлердің айтуынша, грек жаңғағы ағзаны керемет қанықтырады, қанның құрамын жақсартады және жасартады. Сіздермен салауатты өмір арнасы. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, грек жаңғағының сіз білмейтін пайдасы және зияны туралы білетін боласыз. Арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Грек жаңғағының құрамында антиоксидантты әсер ететін және токсиндердің кетуіне ықпал ететін дәрумендер өте көп. Сонымен қатар, ол қан тамырларының қабырғаларын нығайтады және қан қысымын қалыпқа келтіреді. Бұл жаңғақтар жүрек қан тамырларының ауруларының алдын алады және есте сақтау қабілеті мен мидың жұмысына жақсы әсер етеді. Жаңғақ өте жоғары калориялық өнім. Оның құрамында 65% май, 15% ақуыз, 7% көмірсу бар. Жаңғақтың құрамында темір, кобальт, натрий, магний, йод, кальций сияқты дәрумендер өте көп. Ағаш жапырақтары пайдалы қасиеттерге ие. Олар жараларды емдеуге, бактерияларды залалсыздандыруға қолданылады. Жаңғақтың жанама әсерлері мен зияны. Біріншіден, жаңғақ аллергиялық реакцияларды тудыруы мүмкін. Екіншіден, бауырдың зақымдалуына алып келуі мүмкін. Үшіншіден, асқазаны ауыратын адамдарға сақтықпен пайдаланған жөн. Бал мен грек жаңғағы денсаулыққа өте пайдалы тағам. Бүгінгі күні иммунитетті жақсартуға, суық тиюдің алдын алуға арналған көптеген дәрі-дәрмектер бар. Тек табиғи өнімдерді қолданғыңыз келсе, жаңғақ пен балдың қосындысын пайдалануға кеңес беремін. Бұл қоспа жүрек, бас ауруы, анемиямен ауыратын адамдарға көмектеседі. Қан қысымын қалыпқа келтіреді. Асқазан, ішек жолдарының ауруларын емдейді. Бұл қоспаны қолданғаннан кейін сіз шаштың түсі мен сыртқы көрінісінің жақсарғанын байқайсыз. Мидың жұмысы жақсарып, күш пайда болады. Дәрілік мақсаттарға арналған ең көп қолдану грек жаңғағының піспеген жемістері болып табылады. Бұл С витаминінің көп болуымен түсіндіріледі. Жасыл жаңғақ құрамында С дәрумені цитрус жемістерінен 50 есе, ал қарақаттан 8 есе көп. Грек жаңғағының денсаулыққа тигізетін 10 пайдасы. Біріншіден, мықты есте сақтау қабілеті. Екінші, ұйқы тыныш болады. Үшінші, салмақты бір қалыпты ұстауға көмектеседі. Төртінші, ас қорыту жүйесіне көмектеседі. Бесінші, иммунитетті күшейтеді. Алтыншы, қандағы глюкозаны бір қалыпта ұстайды. Жетінші, жүректің жұмысын жақсартады. Сегізінші, сүйектерімізді қатайтады. Тоғызыншы, тері жасарып, әдемілене түседі. Оныншы, адамға күш береді. Жиналған жаңғақ дәндерін ұзақ сақтау үшін күн көзінде немесе арнайы кептіргіште кептіреді. Жаңғақтың қабығын 12 сағаттай тұзды суға салып қойса, қауызы оңай алынады. Халықтық медицинада грек жаңғағының діңінен, жапырағы мен тамыр қабықтарынан алынған шырын майы емдік диеталық мақсатта пайдаланылады. Мысалы, рахит, сары аурулармен ауырған балаларды оның жапырақ жаңғақтарының қайнатындысымен емдейді. Тұнбасына дәке батырып, жараның бетіне басады. Асқазан ішек ауруларын емдейді. Грек жаңғағын тағамға қосып, медицинада пайдаланумен бірге, оның шаруашылықта маңызы өте зор. Жапырағы мен ядросы хош иісті эфир майына, А, Б, П витаминдеріне және каротин, белоктық заттарға өте бай. Ядро ұясы аскорбин қышқылын бөледі.
грек жаңғағы өздігінен синтезделмеген және ми мен бауырдың жұмысын жақсартатын қанықтырылмаған қышқылдарды қамтиды. Жаңғақ майы қабынуға қарсы бактерицидтік қасиетке ие және иммундық жүйені дұрыстап, ағзаны әртүрлі ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. Грек жаңғағы мықты калориялы болғандықтан, оны семіздікпен күресіп жүргендерге және балаларға мөлшерден тыс жеуге болмайды. Бұларды тез тұтыну ми жұмысы мен бадамша бездерінің қызметіне кері әсерін тигізуі мүмкін.